Халқымызда қыз өссе, елдің көркі. Елді қорғайтын ерлер, ерлерді тәрбиелейтін әйелдер деп жатса, енді бірде тағы бір қолымен, ана бір қолымен бесік тербесе, екінші қолымен әлемді тербетеді деп жатады да. Әйелдің бақытын, әйел тәрбиесін, салиқалы әйел, саналы өмірінің ұлт болашағын, тіпті әлем болашағында баянды болуына тигізер үлесі орасан зор. Өйткені біз өзімізге махаббат сыйлаған кезде өзгеге де махаббат сыйлармыз. Өзімізге сүйіспеншілік танытқанда өзгеге де сүйіспеншілік таныта аламыз. Өзімізге құлшыныс жасаған кезде өзгеге де сондай құштарлық сыйлай алады екенбіз да. Яғни қыз баланың тәрбиесіне жете көңіл бөліп, қадіріне жете білген, оны дұрыс бағытқа қарай тәрбиелей білген ата-анаға берілетін сый-сияпат Алладан үлкен екен. Егер мұсылман қызын жақсы мінез құлықпен тәрбиелесе, жәннатқа кіруіне себепкер.